birimizga Qarasizlar, o'tirib. Al bolalar, bugungi taqdir biz bugungi taqdirimiz 3 dan boshlanadiga ko'paytirish algoritmi. Bolalar bu vaqtga deymiz ko'pdan boshlanlarda 2 dan bolalar 1 dan boshlanadiga ko'paytirishni o'rgandik bolalar. Ko'paytirish yana bo'ladi. Al endi bugungi o'tayotganimiz 3 dan boshlanlarda 4 dan boshlanadiga ko'paytirish. Tushundingmi bolalar? Al endi Üçten balsanga жазғышы көбейту және бөлу алгоритмдерін қолданамыз. Ал балалар, үй тапсырмасын тексереміз. Ал 6-24 көбейтілген 23 теңдігі. Дұрыс па? Есептің теңдігі дұрыс. Жарайсың. Отыра ғой. Екіншісін тексереміз. Ал, оқуға сәлем. Al. 7.497,170. Tengdігі dұрыс та қалды? Жарайсыңдар, tengdігі dұрыс екен. Енді осы тапсырманы мұқият орындағандар үшін ал, жарайсыңдар. Сәлима. Ал, жарайсыңдар балалар. Енді әңгімені доғырамыз. Балалар, 21-ші бетті ашамыз. 3-тан басандарға көбейту алгоритмі. Балалар, мына жерде тұрған тақтада тұрған не? Қазақстан картасы, балалар. Біздің бірінші тапсырмамыз мынандай екен. Қайда оқып жүрмеші? Тапсырма. Қазақстанның ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мәдени мұраларының тізіміне енген нысандары картада белгіленген. Осы нысандардың бірі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Ол қазақ халқының өз тарихи ерекше ескерткіші. Өткен тарихынан ерекше ескерткіші де балалар. Біз Түркістан облысындағы, Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін білеміз де балалар, иә? Міне енді бізге сұрақ. Осы орналасқан жері Түркістан қаласында, негізі қаланған уақыты, осы кесененің қаланған уақыты балалар 1396 жыл мен 1399 жылдың аралығында қаланған екен. Ал енді бізге сұрақ, осы ЮНЕСКО-ның тізіміне
Білді ма? Көрді. Кез келген санға өткенде нөл шығады. Я жарайсыз қарап отырады. Балалар, біз айтамыз нөл санын кез келген санға көбейткен кезде не шығады дедік? Нөл шығады дедік. Міне қараңдар. Ондыға сонда нөл болып тұр. Енді біз сондықтан да екінші толымсыздығымыз біздің қандай сан болып тұр? Жүздік сан болып тұр. Екі емес ол, екі жүздік. Яғни жүздік сан екінші толымсыз көбейтіндіміз болып тұр. Енді жүздікті көбейткенде қанша шықты? Қане? Ал қайсар, кім? Жангел айтады. 4434. Я 4434 шықты. Сол кезде енді осы көбейтіндінің бәрін қосқан кезде бізде қандай сан шықты? Қане? Әлі насыр айта қой. 450. Дауыстап айтамыз. 454. Я 454-485 шықты, я балалар? Жарайсыңдар. Сонда есімізде сақтаймыз. Кез келген санға нөлді көбейткен кезде не болады? Нөл шығады екен, я? Нөл шығады екен. Жарайсыңдар. Енді тапсырма. Тақтамен жұмыс жүргіземіз балалар. Баған түрінде, үшінші тапсырмаға қараймыз. Үшінші тапсырмада балалар. Төрт таңдалы санды үш таңдалы сандарға көбейтеміз. Біріншісіне Жангелді шыға қой. Жангелді шыға қой. Екіншісіне Қайсар шыға қой. Үшіншісіне Нұржан шыға қой. Қайсар, я. Кел. Ал. Балалар, қалғандарымыз отырып орындаймыз тапсырмаларымызды. Тапсырмаларымызды отырып орындаймыз. Ал балалар, қане орнынан тұра қой. Жангелдінің тапсырмасы, орындаған тапсырмасы дұрыс па? Жангелдің орындаған тапсырмасы мәні дұрыс. Дұрыс, мәні дұрыс. Отыра қой. Жарайсың, Жангелді, отыра қой. Ал енді Нұржанға көмекке кім шығады екен? Қане шыға қойшы. Берілген, шуламаймыз. Берілген дұрыстап жазып. Қане көмектесеміз. Нұржан, сен осында қарап тұр, я? Менің қалай жазғандығым қарап тұр. Ал Қайсарға көмекте онда қаруын шығады. Келе ғой. Ал жарайды. Жұбандарды орындаймыз, қалғандарымыз. Қане балалар, Нұржанның орындауы. Қане, інжу айта ғой. Дұрыс болды ма? Қанедің көмегімен, я? Қане қанша шықты? 520-905. Жарайсыз, отыра ғой. Ал енді, Қайсардың есебі? Балалар, дұрыс па? Қане, кім айтады? Жаңғыр айта ғой. Қай жерінде қате кетті? Ал, не жердесің? Ал, жарайсыздар, отырсыздар. Балалар үйге көп есеп шығарамыз, я? Ал, балалар, есеп дұрысталды ма? Жарайды. Енді келесі тапсырма. Балалар бізде сейілген таным. Қар кесегі ойыны бар. Сол ойын бойынша келесі топқа лақтырамыз. Келесі топқа лақтырамыз.
sende birinci topla, şimdi жаңағы екінші topla atамыз. Al. Al bala, осы біріне атаған тапсырмаларымызды орындаймыз. Қане, бірінші топқа қандай тапсырма келді? Қане, айта қойды. Айта қой. 409 көбейтілген 1726. Жарайды, осы тапсырманы орындаймыз. Так, сендерге қандай тапсырма келді? Екінші топ. Екінші топ қандай тапсырма келді? Иә. Ал орындаңдар. Так, сендерге қандай тапсырма келді? Ал жарайсыңдар. Осы тапсырмаларды орындаймыз. Жаңа орындап болғаннан кейін тақтаға шығып, соны қорғайсыздар. Тақтаға қараймыз. Бала, қараңдар, тапсырмада не дейді? Берілген сандардан сызба бойынша өрнектер қос және олардың мәндерін табыңдар дейді. Бала, міне екі санды, берілген екі санды көбейтесіңдер. Екінші топта екі санды көбейтесіңдер. Үшінші топ не істейді бала? Сол екі көбейтіндіні қосады. Сол кезде қосындының мәні шығады екен. Ал келе ғой. Бірінші топтың оқушысы кел. Дайынсыңдар ма? Жангел келе ғой. 409 көбейтілген 1726. Шегіздегі 705.794. Ал екінші топ. Дайынсыңдар ма? Кел Елдос. Үшінші топ. Кім шығады тақтан? Қане. 1.380.384. Ал қане. Оқсайсыз қосқан сандарын. 674.450 қосылған 705.981 1.380.384. Так, қане оқыңыз. 379 көбейтеміз 305-ден 674.450. Әңгімені жоғырамыз. Келесі тапсырма, бесінші тапсырма және алтыншы тапсырманы орындаймыз. Бірінші топқа бесінші тапсырма орындай, кім оқи қой? Мәтінді оқимыз, қане? Жангелді оқи қой. Мектеп жанындағы бақта 4 тонна 590 килограмм алма және 3 тонна 660 килограмм алмұрт жиналды. Алма әрқайсысына 15 килограмм сиятын ал алмұрт әрқайсысына 12 килограмм сиятын жәшіктерге салынды. Ал енді не істейміз? Шартын құрамыз, иә балалар? Шартын құрып, тапсырманы орындаймыз. Екінші, алтыншы тапсырманы, бірінші тапсырмасын екінші топқа береміз. Екінші топ оқимыз. Алиса, оқи қой. Балаларға алқалғаны ересектерге арналған балалар билері ересектер билетіне қарағанда. Ал шартын құрып шығарамыз. Ал бірінші тапсырмада Жангелді не істейсің? Бірінші тапсырмада біз 4 тонна 590 килограммды бөлеміз 15 килограммға, оны қосамыз 3 тонна 660 килограммға бөлеміз 12 килограммды.
Сен болады 611. Жарайсың. Ал, екінші тапсырманы ең өзі оқып қой. 40-нан 8 мыңды аламын. 32 мың болады. 32 мыңды бөлеміз 8 мыңға. Теңіз 4 болады. Жарайсың, отыра ғой. Үшінші тапсырманы оқып жібер. Музей қоймасында әлі Ал, жарайсыңдар. 40 мың жәдігер бар. Оның 8 мыңы үлкен қорапта, ал қалғаны ешқандай қораптарда сақталған. Ешқандай қорапта әр сөреге 100-ден қойылады. Қорапта неше сөре қойылды? Жарайды. Қанша болды сонда? Айта ғой. Біз 40 мыңнан 8 мыңды аламыз деп 38 мың. 38 мыңнан бөлеміз 100-ді теңіз 320. Я сонда неше сөре болды? 320 сөре болды. Жарайсыңдар. 3 топта жақсы жауап бердіңдер. Ал енді балалар. Балалар, енді бізге не ұнады? Не ұнады? Бүгінгі сабақ ұнады ма? Түсіндіңдер ме? Түсінбедіңдер ме? Ана бас бармақтарға алып барып өзіміздің ойымызды жазамыз. Бүгінгі сабақта белсенділік танытқан 3 топтың оқушыларына жарайсыңдар дейміз. Жарайсыңдар, кәне?